dostlar, Semri'ye batır. Hey, ben dostlar, Semri'ye batır. Dostlar, бүгінгі videoda biz деген sizlerге сұхбат береміз. Достар, сіздер қазірден бастап YouTube канал ашыңыздар. Қазір ашпасаңыздар, сіздерді ешкім, мысалға, менің қазір каналыма 12 подписчик. Бірақ, достар, sizler қазір YouTube kanal açsanızlar, endi birden damıp ketmeyizdir. Sizler kütüңіздер. Sizlerge PR gerek şar, PR degende reklama gerek şar kanallarыңызға. Мысалға, атақты ютуберлер реклама жасап беретіндер. Сол арқылы, достар, sizler соны пайдаланып кетіңіздер. Достар, sizlerге бірінші сұхбат. Sizlerde мысалға камера жоқ, камера емес, компьютер жоқ шығар. Телефондарыңыз қататын шығар. Ол жағын уайымдамаңыздар. Тек видео түсіріп жүре беріңіздер. Видео түсіріп жүре берсеңіздер, сіздер бір күнде дамымайсыздар. YouTube дамуға болмайды. YouTube дами да алмайсың. Сіздер мысалға бір күнде видео түсіресіз, екінші күнде мынаған ешкім лайк басып, подписка жасамаған дейсіздер менің каналыма. Ал бірақ жалпы достар, сіздер түсіре беріңіздер. Мысалға, менде кейін дамимын. Мысалға, дамимын дегенде подписчиктерім көп болатын шығар деген ойдамын. Сіздерге сұхбат дегенде сіздер не істеңіздер? Барасыздар, YouTube түсіріңіздер. YouTube'да бір күнде 2 видео салсаңыздар, солда жүреді. Егер бір видео салып, келесі күндері жоғалып кетсеңіздер, сіздерді тіркелушілеріңіз сізді ұмыт кетеді. Сосын сіздің видеоңызға вообще кірмей кетеді. Мысалға, мен бір күнде 2 видео салам. Бағанде бірінші видеода бір блогтан түсірдім. Ал енді мынау екінші видео. Күніне 2 видеодан салып тұрсаңыздар, даму оңай болады. Сізде достау камера жоқ шығар, телефондарыңыз қататын шығар, даусыңыз ұнамайтын шығар көрермендерге. Бірақ достар, сіздер бірден алға ұмтыла беріңіздер. Сіздерде кейін атақты болып кетесіздер. Біреудің даусы бір түрлі, біреудің түрі ұнамайды. Короче, сондай сияқты. Сіздер только алға шыға беріңіздер. Алға шыға беріңіздер дегенде, енді ойнай беріңіздер, Майнкрафттан түсіріңіздер, видео монтаждаңыздар, түрлі қызықты нәрселер түсіріңіздер. Сіздерге сол, достар, сіздерді зрениелеріңізді құртқым келмейді. Өздеріңіз біліңіздер. Бір күнде әйтеуір бір видео салуларыңыз керек. Сол бір күнде бір видео салсаңыздар, сол да жетеді. Сіздер мысалы сабаққа барасыздар, қолдарыңыз істемейтін шығар. Сол сабаққа асында баратындар түсте келеді. Сөйтіп түсте видео түсіреді. Бір видеода жетеді бір күнде. Ал түсте баратындар азанда түсіріп алады. Немесе мен азанда емес, мен кешке түсірем. Кешке 2 видео дайындап тастаймын бірден. Мен видео монтаждамаймын, ешличем. Сондықтан да түсіре беріңіздер, достар. Сіздер қазір Россияда соғыс болып жатқасын, біткен шығар, Россияда бір адамдар бар емес па, ютубер адамдар. Солар
video түсірмей жүргенде сіздер түсірулеріңіз керек. Интернет бар, мысалға бар интернет. Денсаулықтарыңыз бар. Главный денсаулықтарыңыз болып түсіре беріңіздер. Мысалға мен даусым сіздерге ұнамағанда, ұнамайды мен даусым сіздерге ұнамауы мүмкін. Өйткені менде микрофон жоқ. Сіздерде веб-камера, компьютер ондай керек емес. Тек телефонды алып түсіре беріңіздер. Көрермендер оған қарамайды. Тек сіздердің контенттеріңізге қарайды. Сондықтан да ютубер болуды қазірден бастап қолдарыңызға алыңыздар. Сіздер просто тиктокқа жатып алғансыздар. Достар, алға ұмтыла беріңіздер. Армандарыңызға ұмтыла беріңіздер. Мысалға, үйіңе барасын. Бірден сот шықла деп айтпаймын мен сіздерге. Бірінші асықпай тамағын ішіп алып, даусыңызды жөндейсіз. Достар, сосын деп тұра беретіндер. Кітап көп оқу керек. Сөздерін жаттау керек. Жаттау дегенде, мысалға біреулер сөйлеп қалып, деп тұрып қалады. Сосын сөйлем мүшесін дамыту үшін кітап көп оқу керек. Кітапты көп оқысаң, тілің тез сөйлеуге үйреніп кетеді. Анық сөйлеу керек та. Сосын, достар, кітап көп оқыңыздар. ютубты қоя тұрып, бірінші кітап көп оқыңыздар. Мен де кітап шамалы оқыдым, потом ютуб түсіріп бастадым. Достар, сіздер дамисыздар. Кейін 1 жылдан кейін дамисыздар. Дамымасаңыздар, түсіре беріңіздер. Сіздер күніге 1 видеодан, 2 видеодан түсіріп тұрыңыздар. Мен өзім 2 видеодан түсірем. Енді сіздерге осы сіздерге қазірден бастап ютубер болуды ұсынамын. Сау болыңыздар, сіздермен бірге болған Вайт Визет. Бүгінгі видео ұнады деген ойдамын. Сау болыңыздар.